Саламатсыздар ма оқушылар, біз келесі тағы да нұсқаларды талдайық. Сонымен энеолит кезеңі деп біз қай кезеңді айтамыз? Бізде энеолит деп 3000-1800 деген уақытты айтамыз. Міне энеолит 3000-1800 көріп тұрсыздар. Энеолит 3000-1800. Энеолит дегеніміз ол бізде мыс тас дәуірі. Так, әскери демократия заманында сарматтардың ішкі сыртқы мәселелерін шешкен топ өкілдері. Олар әскер басылары. Бізде сарматтар батыс Қазақстанда өмір сүрген сарматтар. Келесі, Бумын Елхан деген атақ алды. 552 жылы, осы жылы түрік қағанаты құрылды. Ратайыштар дегеніміз сақтарда ол жауынгерлер. 1370 жылы Мәуереннахрда билікке келген ол Әмір Темір. Әмір Темір бізде билік етті 1370-1405. Атом полигоны Семей және Капустин Яр. Капустин Яр ол батыс Қазақстанда, Семей шығыс Қазақстанда. Келесі, 18 ғасырда Қазақстанның солтүстік батысына салынған бекініс Орынбор 1743 жылы салынды. Орынбор біздің астанамыз болды 1920-24. 1864 жылы Ресей басып алған бекіністер Әулиеата, Шымкент, Түркістан, Мерке. Ахмет Байтұрсынов мен Мағжан Жұмабаев олар Алаш партиясының қайраткерлері. 1836-38 жылдар Бөкей ордасындағы көтеріліске қатысқан ақындар Шернияз бен Махамбет. Ауған соғысы басталды 79-да, аяқталды 89-да. Қазақстандағы этнос өкілдерін біріктіретін этносаралық және конфессияаралық қатынастарды үйлестіруші институт Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Ерлер мен әйелдер арасында еңбек бөлінісі болды энеолит. Қарлықтар 9 тайпадан тұрады деген Әл-Марвази. Қарлықтардың астанасы Суяб. Жошы территориясы ол Дешті Қыпшақ, Жошының жері. Ұлы жібек жолының саудасына байланысты және Иранға қарсы одақ құрған елдер түрік қағанаты мен Византия. 1855 жылы Верныйға 400 отбасы көшіп келді Сібірден. Верный 1854 жылы салынды, қазіргі Алматы. Мына хронологияны ретімен қойыңыздар дейді. Сонымен бізде әскери коммунизм, азамат соғысы жылдары болды 18-20, ЖЭС 1921, индустрияландыру 25-33 және тың игеру 1954. 1, 2, 3, 4. Тасымалы мәдениеті ол орталық Қазақстанда 2 жерлеу орнынан тұрады. Адам мен жылқы қатар жерленген. Келесі, Жошыдан кейін Ұлы хан, ол Қасым хан мәтіні. Жошыдан кейін Ұлы хан, Қасым хан. Қайталай өтейін. Сонымен бізде энеолит 3000-1800, сарматтардың ішкі сыртқы істермен айналысатын адам әскер басылар. Бумын Елхан деген атақ алды 552, сарматтардың ратайыштар деп айтқан жауынгерлер. 1370 жылы Мәуереннахрда билікке келген Әмір Темір. Атом полигоны Капустин Яр. Қазақстанның солтүстік батысындағы бекініс Орынбор. 1864-те Ресей басып алған бекіністер Әулиеата, Шымкент, Түркістан, Мерке. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев Алаш партиясының қайраткерлері. Бөкей ордасында ақындар Махамбет пен Шернияз. Ауған соғысы басталды 79-да, аяқталды 89-да. Қазақстандағы этнос өкілдерін біріктіретін этносаралық және конфессияаралық қатынастарды үйлестіруші институт Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Ерлер мен әйелдер арасындағы еңбек бөлінісі энеолит. Қарлықтар 9 тайпадан тұрады деген Әл-Марвази. Жошының жері Дешті Қыпшақ. Иранға қарсы одақ құрған елдер түрік қағанаты мен Византия. Верныйға 400 отбасы көшіп келді Сібірден. Мынаны ретімен қойыңыздар дейді. Сонымен әскери коммунизм 18-20, ЖЭС 21, индустрияландыру 1925-33, тың игеру 54. Жылына қарай жоғарылады. 1, 2, 3, 4. Тасымалы мәдениеті 2 жерлеу орнынан тұрады. Адам мен жылқы қатар жерленген. Және соңғы мәтін Жошыдан кейін Ұлы хан дейді, ол бізде Қасым хан.